Бәріне сәлем, сіздермен бірге Лаура. Бүгін мен сіздерге творожный пирогтың ең оңай рецептімен бөлісетін боламын. Ең алдымен ұн мен майды жақсылап араластырып, крошка жасайтын боламыз. Майымыз міндетті түрде морозильникте тұруы қажет. Морозильникте, яғни қатып тұрған май болу керек. Бізде осындай крошка жасалып шығады. Қолымызбен қысқан кезде осындай бір-біріне жабыспалы крошка жасалады. Одан кейін крошкамыздың үстіне қантымызды себеміз де жақсылап бір масса болғанша 3-4 рет осылайынан астынан жоғары қарай араластырып алатын боламыз. Одан кейін разрыхитель немесе мен секілді соданың жарты шай қасық салып, оны да жақсылап бір араластырып жібереміз. Одан кейін 2 жұмыртқамызды салып, жұмсақ қамыр жасайтын боламыз. Егер жұмыртқаларыңыз кіші болса, 3 жұмыртқа да салуға болады. Жақсылап барлығын араластырып, біркелкі қамыр жасап алатын боламыз. Көріп тұрғандарыңызда міне менде 3 жұмыртқадан осындай керемет жұмсақ теста шықты. Енді оны пакетке салып қойып қоямыз да ішіне салмасын дайындаймыз. Творогқа қантымызды және 2 жұмыртқамызды салып, барлығын жақсылап араластырып, бір масса жасап алатын боламыз. Бізде осындай керемет масса шығады. Одан кейін тестамызды алып, пакетімізден шығарамыз да кішкене бөлігін кесіп алып қоятын боламыз. Яғни ол бізде бетіне сәндік үшін керек болады. Ал қалғанын астына ұн сеуіп, жақсылап жұқа қылып, оқтаудың көмегімен жайып алатын боламыз. Неғұрлым жұқа болған сайын біздің тестамызда соғұрлым өте әдемі жұмсақ болып шығады. Мен осылайынан жайып алдым. Одан кейін осындай пештің ыдысын алып, астына кішкене май жағып, қамырымды орналастырамын. Осылайынан барлығын біркелкі етіп аламын да, қалған керек емес бөлігін кесіп алып тастайтын боламын. Кесіп алғаннан кейін де тағы да қолдың көмегімен жақсылап барлығын біркелкі етіп қойып аламыз. Одан кейін шанышқының көмегімен немесе пышақтың көмегімен осылайынан қамырымызды тесіп қоямыз да салмамызды жақсылап салып біркелкі етіп қасықтың көмегімен жайып алатын боламыз. Одан кейін біз бетіне узор жасайтын боламыз. Яғни әртүрлі узор жасауға болады. Кішкене қалған қамырымызды алып, оқтаудың көмегімен ұн себу арқылы жақсылап жұқа қылып жайып алатын боламыз. Көріп тұрғандарыңыздай ұн себілген сайын қамыр деген енді күшті жайылады. Осылайынан пышақпен былай кесіп алатын боламыз. Осылайынан 4 бұрыш қылып әдемілеп және бетіне осылай узор жасайтын боламыз. Мен үшін ең оңай, тез дайын болатын, көп қолды ұстамайтын узорын түрі осы. Басқа да узорлар жасауға болады, бірақ осы узор маған өте қатты ұнайды. Осылайынан узор жасап болғаннан кейін бетіне жұмыртқа жағатын боламыз. Яғни осы тестамызға жұмыртқамызды жағып 180 градуста 30-35 минут пісіретін боламыз. Негізі пеш қызып тұруы міндетті, себебі қызып тұрған кезде біркелкі болып піседі. Біздің творожный пирогымыз пісіп шықты, түрі де өзі де прям енді сочный болып тұр. Кесілген кезде де жұмсақ, прям қатып қалмаған. Мен деген суытып тұрып кесіп тұрмын, соның өзінде жұмсақ болып тұр. Міне өте керемет. Қараңыздар, қандай әдемі, тестаның өзі күшті болып тұр. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Менің видеом ұнаса лайк басып, тіркелуді ұмытпаңыздар.